Баршаңызға қайырлы күн достар, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, ерекше болып шығатын, әрі тойымды кешкі ас дайындайтын боламыз. Ендеше соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған майымызға жуамызды салып қуырып аламыз. Содан соң үстіне етімізді салып, тағы да қуыратын боламыз. Етімізді суы тартылғанша жақсылап әбден қуырып алатын боламыз орташа отта. Тартылған соң үстіне сәбізіміз бен болгар тәтті бұрышын салып, тағы да қуыратын боламыз. Және үстіне дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды және бір шай қасық томат пастасын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Томаттың қышқылы кеткенше кішкене 5-10 минут шамасында қуырамыз. Үстіне етіміз батқанша су құйып 45 минут шамасында бұқтырып қоямыз баяу отта. Ал оған дейін біз қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін суымызға тұзымызды және бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Құрамына қажет заттардың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Мінекей достар, бізде осындай қамыр дайын болды. Мінекей етімізді дайын болып қалды. Енді үстінен осындай үлкен-үлкен болып туралған картопымызды салып, 1-15 минут шамасында тағы да бұқтырып қоямыз. Оған дейін біз қамырымызды жаятын боламыз. Ұнымызды сеуіп отырып, кәдімгі етке жайғандай етіп жаятын боламыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді үстінен шикі май, яғни сұйық май немесе ертілген сары май құйып жағып шығамыз ортасына. Енді қалауларыңыз бойынша аскөк немесе сәбіз, асқабақ қоссаңыздар да болады. Немесе жай ғана сары маймен орап сала берсеңіздер де болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді бөлшектерге бөліп шығамыз. Осындай пышақпен немесе кәдімгі пышақпен кесе берсеңіздер де болады.
Су аздау болса, су құйып, қамырымызды орналастырып шығатын боламыз. 20 минут шамасында қақпағын жауып қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің ерекше кешкі асымыз дайын болды. Өте дәмі де ерекше әрі тойымды болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Егер дайындап көрген болсаңыздар, астына өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Достар, егер видеом ұнаған болса, тегін лайкпен, тегін пікірді аямай басып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар.